Жаңалықтарым жалғастырамыз. Облыстың жаңа орталығы Түркістанның әрбір сәті жағымды жаңалықтармен өрбуде. Күн сайын рухани мекенде саяси һәм тарихи оқиғалар орын алып жатыр. Түркістан облысы мен Шымкент қаласы әкімдерінің киелі қалада кездесіп, меморандумға қол қоюы сөзіміздің айғағы. Мұның бәрі Түркістанның шын мәнінде түрленуі жолындағы игі бастамалар екені даусыз. Түркістанға ұлы көш бет түзегелі ондағы тіршілікті түрленіп сала берді. Ол заңды да. Алайда негізгі жұмыс мұнымен шектелмесі анық. Ер түріктің бесігі болған қаланың нағыз кемеліне келер шағы әлі алда. Сол үшін елбасымыз айтқандай, оған баршамыз болып атсалысуымыз абзал дейді белгілі мемлекет және қоғам қайраткері Шалатай Мырзахметов. Ерекше бір әңгіме шықты елбасының аузынан. Ол мынау кешегі біздің орталығымыздың Түркістанға ауысуына байланысты. Түркістан қаласын өркендету, Түркістан облысын көтеру жөніндегі жеке қадалып мәселе айтты. Ол енді көптің көңіліне қонды, себебі бұның өзі үлкен тарихи шешім. Ол шешім орындалып кету оңай емес, қанша дегенмен тақырдан көгалу ұйымдастырғандай болып тұрады. Сондықтан ол мәселе өте орынды қозғалды деп айтамын. Жұмыла көтерген жүк жеңіл, қайсысы да қазақ бірлесіп, бірге күш жұмсау арқылы мақсатқа жетіп келеді. Әлі әзір Түркістан қаласының бас жоспары бекіген жоқ. Бұл іс жүзеге асқан сәтте ең бірінші болып Шымкент қаласының билігі рухани шаһардың шырайлануына атсалыспақ. Қос әкім қол қойған құжат толайым тірліктерге бастайтын тағы бір жол. Күні кеше ғана Шымкент қаласының әкімі Түркістан облысына барып, Түркістан облысының әкімінен екеуі кездесіп, қол алысып, меморандумға қол қойысып, біз барлық уақытта сіздердің ұсыныс пікірлеріңізді қабыл алып, көмек жасап тұрамыз, тиісті ғимараттарды саламыз деп жатыр. Мен ойлаймын, Алланың нұры жауып, Түркістан 5-6 жылдың ішінде еш ел танымастай өзгеріп, көркейіп кетеді деп. Түркістанның өсу, өркендеу жолында әлі талай тындырымды тірлік атқарылуы тиіс. Ел үшін маңызды оқиғадан Түркістан жұртының күтері мол. Түркістан қаласынан Мұхтар Атабек, Нұрлан Нұрбеков, Мұхан Мұратұлы, Тұран Ньюс.